Энергетиктер көшесі 116-да 3 мекен жайында бой түзеген жаңа 9 қабатты үй. Жұмыспен қамту жол картасы республикалық бағдарламасы аясында салынған. Тұңғыш президент күні Екібастұздық 72 отбасы осы тұрғын үй кешенінен баспаналы болды. Карантиндік шараларға байланысты пәтер кілттеріне ие болған 10 отбасы ғана қатысуға мүмкіндік алды. Айтулы мерекеде тамаша оқиғаның кейіпкерлерін алғаш болып, қала әкімі Ардақ Аманкелдіұлы Қаңтарбаев құттықтап өтті. Осындай үлкен мерекенің қарсаңында сіздер де жақсылыққа, молшылыққа, берекелікке толы отырсыздар. Мерекенің қарсаңында біраз еңселеріңізді көтеріп, мұндай салтанатты түрде құрметтеп, қастерлейік деп, қазақтың өздеріңіз білесіздер, босыған мен шарап деген қасиетті сөздері бар. Осындай қасиетті игілі іс болып жатқаннан кейін алып жатқан үйлеріңіздің іші жанға сырты малға толсын деп айтқымыз келеді. Баршаңызға құт береке ырыса келсін. Баспана иелеріне құттықтауын жеткізген өңір басшысы салтанатты түрде пәтер кілттерін тұрғын үй кезегінде тұрған көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасылар бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне табыстады. 4 баланың анасы Назыгүл Тілегенова пәтер кезегінде тұрғанына 6 жылдың жүзі болыпты. 3 бөлмелі жаңа пәтерге ие болған көп балалы ана баспаналы болып зор қуанышқа кенелгенін айтып ағынан жарылды. Бүгінгі мына мереке күні алып жатқан пәтерімізге өте қуаныштымыз. Әкімімізге ризашылығымызды айтып жатырмыз. Әлі де айтамыз. Енді қуанышымыз ішімізге сыймай жатыр. Қазіргі таңда қаламызда бірнеше көп қабатты үй салынып жатыр, және олар да жақын арада қолданысқа беріліп, қоныс тойын тойлаушылар саны тағы да көбейе түспек.